Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай восточная корзина деген өте дәмді пирогтардың бірін дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте қатты ұнайтынына сенімдімін. Бізге қажеттісі ұн, сары май, жұмыртқа, қант, қойытылған сүт, разрыхлитель және сухофрукты қажет болады. Бәрін дайындап қоямыз. Алдымен ұнға сары майды салып, екеусін біріктіріп, араластырып аламыз. Бізде сары май бөлме температурасында болған жөн. Кейін үстіне біртіндеп қантты және разрыхлительді және жұмыртқаны салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бізде қамыр өте жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шығады. Кейін оны 20-30 минутқа холодильникке сала тұрамыз. Пирогты пісіретін формамызды дайындаймыз. Менде диаметрі 24 сантиметр. Оны бізде қамырымызды оқтаудың көмегімен немесе қолмен осылай жайып шықсаңыздар болады. Міндетті түрде бортигін жасаймыз. Кейін шеттерін шанышқымен осылай түзеулеп шықсаңыздар болады. Үстіне сухофруктыды және қойытылған сүтті құятын боламыз. Және қызып тұрған 170-180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут шамасында пісіретін боламыз. Піскеннен кейін міндетті түрде 1-2 сағатқа толықтай суытамыз. Сол кезде пирогты кескен кезде өте әдемі, шашылмай, жақсы кесілетін болады. Қыздар, бұл пирогты міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте қатты ұнайтынына сенімдімін. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.